Есіңде ме жеңешей біздің аға. Бүгін біз Мұқағали Мақатаевтың өмірбаяны жайында және оның оқулары жайында танысатын боламыз. Мұқағали Мақатаев 1931 жылы 9 ақпанда дүниеге келген. Мұқағали Сүлейменұлы Мақатаевтың туылған күні туралы екі түрлі мәлімет бар. Бірі 1931 жылы 9 ақпанда туылған десе, ал екіншісі Нағиман апаның айтуы бойынша 1931 жылы 8 наурызда туылған деседі. Себебі біз 8 наурызда Мұқағали туылды. Себебі одан кейін біз наурыз тойлап, наурыз көже жасаған болатынбыз дейді. Мұқағали Мақатаевтың әйелінің аты Лашын болған, одан бір жалғыз қыз және 3 ұлы болған. Ең үлкен қыздары ерте қайтыс болып кетеді. Және Мұқағали өзінің әжесінің қолында өсіп, өзінің анасын жеңгесіне көріп кетеді. Мұқағали Мақатаевтың балалық шағы онша жақсы өте қоймады. 10 жасынан бастап, әкесі ерте қайтыс болғандықтан 10 жасынан бастап жұмыс жасап, өзінің отбасын асырауды өз қолына алған болатын. Мұқағали Мақатаев кейін Алматыға барып, ол Алматыда ақындық жолмен айналысамын деп ойлап, ол жақта еңбек еленбей, жазушылар одағына шығарып жібереді. Солай ауылына қайта қайтып кетеді. Мұқағали Мақатаев 1976 жылы 27 наурызда ауыр дерттен қайтыс болады. Солай Мұқағали Мақатаев ол кезде оның еңбегі еленбесе де, қазіргі таңда оның еңбегі еленеді. Ендігі кезекті Мұқағали Мақатаевтың оқулары туралы оқушыларға берсек. Мұқағали Мақатаев төлегенге: тұңғыш көрдім өлгенін, шын ақынның қызарып ертеңгі шығатынын, торғай өлең шырылдап бара жатты, ауызында ажал дейтін сұрапылдың. Торғай өлең өлмеді, аман қалды, әкетті жал жүремес адам далды. Бір өмірдің дастаны басталды да, шорт үзілді, шопшолақ тамамдалды. Қаралек бозылшаң шұбатылды, бара жатыр жүрлеуге шын ақынды. Маржан жұртың мөп-мөлдір, бір түйірі құмға түсіп кетті де уатылды. Тұңғыш көрдім қайтқанын, шын ақынның, қаталай жыл дейтін сұрапылдың. Мұқағали Мақатаев мұзбала: екі тәулік өткенде ата бүркіт аш қалды, қия тартып бөктерді, қия тінтіп тасталды. Көз ығысып кеттенді, қиямет қыс басталды. Азық табу оңай ма, ақ иығын талдырды. Андарытып тоғайға адырларды садырды. Үніреген сайларда үлбіреген қар жатты. Мұқағали Мақатаев аққулар ұйықтағанда: өзенде жоқ симаған арнасына, жылғада жоқ даламен жалғасуға, таста тұнған жаңбырдың тамшысындай, қалай біткен көл тау басына. Мөлдірлейді, қарайды қарғашынға, жалғыздықтан жамандық бар ма сірә. Қанша ғасыр өтті екен, қанша заман, қанша ұрпақ құлады екен, қанша мадам. Қанша шырша өсті екен, құлады екен, жетім көлге қарауда шаршамаған. Жетім көлден су ішкен қанша марал, қанша кек қалды екен сай-салада. Мұқағали Мақатаев: дос болам десең, досыңды сыйла қымбаттым. Досыңа сонда досыммен ғана қымбатпын. Дос болам десең, мендегі доспен достасқын, сендегі доспен дос болып сонда тұрмақпын. Достарың көп пе? Апырау, неткен жақсы едің? Досым аз менің, досым ал менің тапшемін. Достарыңмен достастыр мені асылым, достастыр мені, бұлайын қолыңнақ сенің. Достыққа жүрмін құмартып, өлгелі жүрмін, өзіме өзімін артып. Жалғыздың барып жанына уәзір болғаннан, достардың барып ауласында өлген мың артық. Қыран күлкі тамаша бәрі осында. Отырмын думан тойдың арасында, береке бойдан асып жатқанымен ол құтыр көңілімен анасың ба? Әне жұрт өзі-өзіме сөйлеседі. Өзімсіп ей деседі, ой деседі. Шіркіндер ай даурығып тыңдар емес, есіме тоз көтерсем кейде сені. Керек жоқ бәрінің. Керек жоқ инеінде, керек жоқ дәрінің. Кешір мені дәргерім, енді алдына келмеймін, босат мені. Мен енді бұл жерге келмеймін. Қорықпаймын пышақтан, қорықпаймын инеден. Ине түгіл бұл жүректің найзатағы түйреген. Мұқағали Мақатаев: бүгін менің туған күнім. Бүгін менің туған күнім, ойпәләй, мына жұрттар неғып жатыр тойламай. Банкет жасап берер едім өзім ақ, тәңірдің бір жарытпай қойғанай. Мына дүние неге жатыр үндемей, құшақ-құшақ гүл шоқтарын лақтырып, мынау шапан, мынау атың демей. Мына жұртқа жақпады ма әлденем, бекер өмір сүргенім бе әлдемен. Қалқым сенің қасиетіңді білемде, босқа өмірім өттім екен әуремен. Басқанаға бұрдым бәлде жолымды, мен бәрібір өзің менен бір болам, өзегіңе тепсе дағы ұлыңды. Тойланбасын етейін, той көрмей-ақ, сый көрмей-ақ өтейін. Қаламымды берші маған бәйбіше, болашаққа ар жазып кетейін.
Dilip ayağım ösürgen jemesin, samal jel saya bak kuşağın men üçün. Eseyip ketemdey men sağan sevimin, көңліңді өктемдей көзіңнен танимын. Есейіп кетсем де мен саған сәбимін.